жерде тілеймін. Мен себебі төбем көкке бір ел қалып тұр. Бүгін мен ризамын осы ұлдарыма. Осы мен де осы ең шындықты білдім. Бұлардың бір өздерінше сыбырласып бірдеңе жасайын деп жүрген. Соны ештеңе айтпады маған осындай. Бұдан болмасын сұрасам, ол не аласың өздерінің бір сыйы бар шығар. Үндемей жүре берші ештеңе. Бірақ мынандай керемет ресторанда осындай мереке жасап береді деген тіпті жүз ет болсам үстіме келмеген. Осы болашағыма, бала кендеріме, келіндеріме мың алғысымды білдіремін. Сау болуын айналайындар. Осы ұлдарына көрінген балалардың қызығын көріңдер. Сіздерге де осы бала ұл-қыздарын осындай мереке жасап берсін болашақта. Ол уақытта біздер үлкейіп қаламыз ғой бар болса. Оны бір Алла біледі. Алланың тек бермін деп берсін деймін. Тілгөзден сақтасын деймін. Дән ризамын ұлдарым, келіндерім. Барлықтарыңа осындай ұл-қыз тілеймін. Осындай қызықтағандарың тек ұлдарың, қыздарың, немерелерің болсын. Барлықтарыңа да рахмет. Алтын уақыттарыңды жұмыс күн болса да бөліп келіп менімен ортақтасып, қуанышыма бірге болып атқандарыңа. Барлықтарыңа да тек жақсылық тілеймін, өмір тілеймін. Ұзақ өмір. Ұл-қыздарың осылай сыйлап, төбелеріңді көкке жеткізе берсін әрқашан. Енді не айтайын, барлық айта берсін тілек көп, барлықтарыңа да көп рахмет. Бөліп жармайын осы жерде отырған құрдастарым, жұмыстастарым, аға жеңгелерім, келіндерім, құда жекжат деген барлықтарыңа мың алғыс. Алланың нұры жаусын. Барлық жақсылықты, барлық тілеген тілектерін өздеріне тойларында айтсын деген тілек. Мың алғыс барлықтарыңа. Қосылмай рахмет. Жақсы құрметті тойшылауым, қош келдіңіздер. Осы біздің тойымызға ортақтасып келіп жатсыңыз, мың алғыс. Тойға ұласа берсін, бөліп жармай бәрімізге де басым дейіп мың алғыс айтамын. Алын ортағасы жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, тек балдарыңыздың арасында ауырмай жүре беріңіз. Балдарым, келіндерім, сіздерге де мың алғыс. Үлгілі отбасы болып жүре беріңдер. Балдарыңды қатты ұстайсың, келінді қатты ұстайсың деп жатады ғой маған. Баланы қатты ұстасаң, үлгілі болып шықсын деймін. Келінді қатты ұстасаң, осы ауылдың беделді келіндерінің ортасында болсын деймін. Тек сол беделді болып жүре беріңдер, дендерің сау болсын деймін. Ауыздарың бір осындай бір болсаңдар, отбасы жақсы отбасы болып кетесіңдер. Мына көрінген балдардың қызығын көре беріңіздер. Тек мына үлкен ағасындарыңның, ағаларыңыздың артынан еріп жүре беріңіздер. Үлгілі болып тек үлкенді сыйлап, кішіні сыйлап, дендерің сау болсын деп, осы сендер күліп жүрсеңдер, қол ұстасып, бұдан артық ештеңе керек емес маған. Ал барлықтарына да ризамын, сау болың, Алла разы болсын. Барлықтарының үйлерінде той болсын, тойға ұласын. Баламыздың жасы құтты болсын. Ауырмаңыз, төбеңізді көрсетіп, бәйтерегіміз болып отыра беріңіз. Сіз барда біз қартаймаймыз. Барлық қайнаға ағысын, осы арада барлықтарында біріңізді ұмытып қаламыз, сондықтан барлықтарына мың алғыс. Балқұға басына ешкімге рахмет етпеңіз ба? Ешкімді ұмытпадыңыздар. Келіндер бар ғой. Ұмытып кетпеңіздер. Той нашар етті ба деп ойлап отырмын мен енді. Той қалай жақсы етті ма сіздер үшін? Ұмытып баратыр екен. Ешкім айтамын, еңбегімізді арыз бағалап қойыңыздар. Асаба жігіт сағанда мың алғыс, бала шағаң қызығын көр. Осы тойдан табыссыз бола бермеген керек саған. Аумин айтамыз.
елді көтеріп жүре бергенмін. Рахмет. Сосын мына мейрамхананың ұжымы, осы жерде жұмыс жасап жүрген жігіт қыздар, сіздерге де мынау Алла разы болсын. Барлықтарыңа осындай той тілеймін. Бала-шағаларың қызығын көріңдер. Мың алғыс. Рахмет. Қуаныштарыңыз аман болсын. Біз енді той иесінің рахметін естіп, сосын ақылдасын алғаннан кейін үйге барып шықтаймыз ағайын. Тойларымыз той болсын дейміз. Әр қазақтың шаңырағында дәл осындай той болсын. Біздің ақындардың керемет сөзі бар. Түсінген адамға өмірдің